Жапония Тайвань аралының солтүстігіндегі Жапонияға тән ұсақ аралдарда тұратын 120 мың жапондықты Жапонияның ішкі жағына жөткейтін әскери жобаны ашық жариялады. Онда теңізбен, ұшақпен сол Тайваньның солтүстігінде небәрі 100 ғана километр, 110 километр жердегі аралдардағы тұрғындарды Жапонияға тасымалдау. Ол Жапонияның қайсы қаласына қанша адамды апару, қанша адам қонақ үйде жатады, қандай алдын ала салынып дайындалып тұрған үйлер бар, қандай баспаналар бар, соның барлығын олар жетіп орналастырып, енді соның дайындығына кірісті. Неге Жапония Тайваньменен 110 километр жердегі ұсақ аралдардағы жапон тұрғындарын көшіре бастады? Бұл деген сөз Тайваньға Қытай коммунистері соғыс ашады деген әңгіме. Яғни алдыңғы жолы Шизо Абе, яғни қастандық ұшырап өлген Жапонның премьер-министрі бір сөзді айтқан еді. Онда не деді? Тайванда іс туылса, Жапонияда да іс туылды дей бер деген болатын. Яғни Тайваньға кім тисе, ол Жапонияның ісі деген болатын. Яғни Тайваньды қорғау Жапонияның міндеті деп ашық жариялаған еді. Енді бұл деген сөз. Жапония ол потенциалы бар әскери ел. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін оның армия ұстауына рұқсат берілмегенмен, Жапония бір айдың ішінде Қытайдан да қуатты әскери ел болып шығу мүмкіндігі бар потенциалды әскери мемлекет деуге болады. Олардың тыныштықты сақтайтын полициясы ғана бар, қарулы полициясы бар. Бірақ Жапонияның технологиясы, Қытайларға кезінде Жапонияның премьер-министрі ескерткені бар. Сендер атом қаруымыз, зымыранымыз бар деп қоқаңдай бермеңдер. Сендердің 70 жылда жасаған зымырандарың мен атомдарыңды біз қаласақ бір-ақ айда жасап шығамыз деген еді. Демек, Жапония енді Қытаймен келсең кел, тұрғысатын жеріңді айт дейтін сөзді айтуға шақ қап тұр.